Сәлеметсіздер ме, құрметті 11-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Бізде бөліміміз Motivate Innovate for the Young, Making Statements and Providing Information бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқушылар, бұл бізде 4-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ. Жалпы оқушылар, бұл бізде мәлімдеме жасау және ақпарат беру бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тапсырма орындау уақыты 15-20 минут. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды орындайық. Бірінші тапсырма бізде listening тапсырмасы. Listen to Julie. Julie giving talks to students in he way about the time he father was on television quiz show. For questions 1-5, complete the sentences with no more than 2 words and or number. Жалпы оқушылар, сіздерге бұл жерде не деп отыр? Яғни бұл жерде айтылғандай, Джулидің бір жыл бойы студенттерге әкесі теледидарлық викторинаға қатысқан уақыты туралы айтып жатқан тыңдаңыз деген. Бір және де 5 сұрақтар бойынша сөйлемдерді 2 сөзден және немесе саннан аспайтын етіп толтырыңыз деген. Сіздер тыңдалым арқылы осы тапсырмаларды орындау керексіздер. When Julie father went to the show, he forgot to wear a tea. Бұл жерде айтылғандай оқушылар, жалпы сіздерде Джулияның әкесі шоуға барғанда галстук тағуды ұмытып кеткен жайында айтылған. Келесі екіншісі, he prepared for the show by learning large number of trivial fact from the press. Яғни бұл жерде айтылғандай, ол шоуға дайындалып, баспасөзден көптеген ұсақ-түйек фактілерді білді. Келесі үшіншісі, the contestants were asked questions on general knowledge during the show. Яғни бұл жерде айтылғандай, шоу барысында қатысушыларға жалпы білім туралы сұрақтар қойылды. Келесі төртіншісі, the show was broadcast almost 2 months after it was recorded. Яғни бұл жерде айтылғандай оқушылар, шоу жазылғаннан кейін шамамен 2 айдан кейін көрсетілді деген. Келесі бесіншісі, Julia father won big television TV and 2 hint. Яғни бұл жерде айтылғандай оқушылар, Джулияның әкесі үлкен теледидар мен ойыншық білді жеңіп алды деген. Келесі оқушылар, бізде speaking тапсырмасы. Work in pairs. Choose one of the cards and discuss it with your partner. Оқушылар, бұл жерде енді жалпы айтылған, қысқаша түсіндіре кетейін сіздерге, барлығын оқымай. Тапсырма 2 жұппен жұмыс жасаңыз, карталардың бірін таңдап, оны серіктесіңізбен талқылаңыз деген. А студенті бұл мәлімдемемен келіседі, ал Б студенті келіспеу керек. Көсемше тіркестерін дұрыс қолданып көріңіз деген. Яғни оқушылар, бұл жерде айтылғандай, бірінші адам келісіп, екінші адам келіспеу керек деген. Мен оқушылар енді бұл жерде бірінші тақырыпты таңдаған болатынмын. Card 1, usually the messenger is more important than the message деген. Яғни бұл жерде тақырып айтылған, әдетте мессенджер хабарламадан көрі маңызды деген. Оқушылар, енді мен төменде барлығын жаза кеткен болатынмын. Студент А және де студент Б жайында жаза кеткен болатын. Осыны сіздер қарап өтсеңіздер болады. Видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз бір-бірлеріңіз серіктесіңізбен бір-бірлеріңізбен келісу арқылы, осы А студенті сіз болсаңыз, Б студенті екінші класстасы болып оқыса болады. Видеоны тоқтатып та қарасаңыздар болады, солай барлығын жазып алсаңыздар болады.
оқушылар осымен біз бжб тапсырмаларын толықтай орындаған болатынбыз. Бізде толық балл 9 балл, осы 9 балдың толықтай 9 баллын жинап біткен болатынбыз оқушылар. Енді оқушылар осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.